Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге қалампырдың ерекше қасиеттерімен бөлісетін боламын. Сізге аз ғана өтініш. Менің қазақ тілді каналымды қолдап тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыз. Кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтірер жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып та келеді. Қалампыр зімбір немесе таршын сияқты танымал емес, бірақ денсаулық пен сұлулыққа пайдасы жағынан олардан кем түспейді. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі. Бойының биіктігі 15-50 сантиметрдей. Жапырағы таспа немесе қандауыр тәрізді болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Қалампырдың емдік қасиеті жоғары. Халықтық емде тұнба қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 танақ қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Қалампыр қандағы қант деңгейін қалпына келтіреді. Зерттеулер бойынша қалампырда дәмдеуші ретінде тамаққа уақытылы қолданған адамдардың біртіндеп глюкоза деңгейі қалпына келетіні байқалған. Ғалымдар оның құпиясын қалампыр құрамындағы марганецпен түсіндіреді. Қалампыр антиоксиданттар көзі. Өсімдіктер мен дәмдеуіштер антиоксиданттардың керемет көзі. Оның ішінде қалампыр үздіктерінің біріне жатады. Антиоксиданттар жастықтың негізгі қорғаушылары. Олар тері жасушаларын әсер ететін бос радикалдарды бейтарапсыздандырады. Зерттеулер қалампырдың антиоксиданттық қасиеттері қауіпті ісіктердің алдын алатынын дәлелдеді. Сондықтан аурулардың алдын алу мақсатында қалампырды тамаққа жиі қолдану керек. 13 ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы евгенол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамында евгенолы бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға болады. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынадай дәрі жасауға болады. Әйнегі тысқа жарты шай қасық қалампыр ұнтағын жарты шай қасық кокс майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткасымен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мг зайтун майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр маймен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Қан диабетімен ауырғандарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттер арқылы салқын тию мен тұмау кезінде тез сауығыңызға септігін тигізеді. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.